Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай кәдеден жасалатын керемет тағамның түрін көрсетейін деп отырмын. Бұл көкөністе терідегі коллаген деңгейін арттыратын аскорбин қышқылы, көру қабілетін жақсартатын А дәрумені, адамның дұрыс жұмыс істеуі үшін қажетті микроэлементтер калий, магний, темір, кальций бар. Өздеріңіз көріп тұрғандай, өстіп кәдіні жуып алып, жұқалап кесіп аламыз. Артық салмақ жоғалту және қалыпқа келу, артық жинақталған сұйықтықтың кетуі, ас қорыту процестерін белсендіру. Міне осы кәдіде барлық осындай витамин бар, сол үшін осыны жеуді кеңес беремін. Кесіп болған кәдімізді ыдысқа салып, үстіне тұз сеуіп 5-10 минутқа қойып қоямыз. Біз осылай кілярымызды дайындап аламыз. 2 жұмыртқаға тұз саламыз, қара бұрыштан саламыз. Сосын тағы 100 грамм қаймақты өлшеп қойдым. Сол 100 грамм қаймақты да үстіне қосып, жақсылап араластырамыз. Одан соң, жақсылап араластырып алғаннан соң, 3 ас қасық ұнды салып, жақсылап араластырамыз. Міне, осыны жақсылап араластырып болған соң, кәдімізді осыған батырып алып пісіреміз. Осы жаз мезгілінде бұл өзі кәді асқабақ тұқымдас. Сол себепті бұл адамның ағзасына өте көп пайдалы, жаз мезгілінде көптеп алып жеген дұрыс. Бұл біздің жүрек қан тамырларымызда да, асқазанымызды да, шашымыздың жақсы болуын, тері ауруларынан сақтайтын. Міне осы барлық сондай витаминдердің бәрі осы кәді жемісінде кездеседі. Енді біз кәдіміз дайын болды, суы шығып, жұмсар әдем болып дайын тұр. Енді осыны қуырамыз. Табамызды отқа қойып, үстіне май құямыз. Дайын болған кәдімізді осылай 2 жағында ұнға батырамыз бірінші. Одан соң барып клярға батырып, қызып тұрған майымызға саламыз. Міне осылай бірінші ұнға, екінші клярға батырып, майымызға салып пісіреміз. Майды көп құюдың қажеті жоқ. Міне 2 жағында осылай қып-қызыл қылып пісіріп аламыз. Жат асыңа қарайды, дос басыңа қарайды дейді ғой. Біреу келгенде бірден осылай әзірлеп шай берсеңіз қандай керемет. Егер менің видеоларым ұнап жатса, лайк басып, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Кездескенше.